саламатсыздар ме? Мен Күншуақ тобының тәрбиешісі Терікбаева Гүлназ Болатбекқызы боламын. Және тәрбиеленушім Ержанқызы Фатима екеуміз бүгін қағаздың сыры атты тәжірибені жасап сіздерге көрсететін боламыз. Бұрынғы заманда, біздің заманымызға дейін ерте кезде жаңағы адамдар өздерінің қағаз қаламдар болмағандықтан жаңағы өздерінің жеткізетін ойларын жаңа тастың бетіне қашап жазған болатын. Тастың бетіне сурет салып қашап жазған болатын. Және де қараш, Фатима, мынау не? Ағаштың қабығы, ағаштың қабығына ойып, жазуларын жазып, жаңа өздерінің сәлемдемелерін осындай хаттарға жазып, бір жерден екінші жерге жаңағы шабарманды жіберу арқылы өздерінің сәлемдемесін жазып жіберген болатын. Ал енді қазір бүгін біз сіздерменен қағаздың сыры атты тәжірибені Фатима екеуміз жасап көрсетеміз. Ол үшін бізге керегі не керек екен, Фатима? Бізге не керек? Ыдыс керек, екі ыдыс керек. Және оның ішінде не бар екен? Су. Оның ішінде су бар екен. Және бізге керегі жаңа екі ыдыс. Бұлардың барлығы жаңа қалдық материалдардан жасаймыз. Және де бізге осы нені сүзіп алу үшін жаңағы марлы қажет болады. Сондай-ақ жаңа шаш кептіретін, үй жағдайында қолданатын өзіміздің шаш кептіретініміз және блендерді қолданамыз. Сонымен қатар күнделікті өзіміздің тұрмыста қолданатын жаңағы губка дейміз, майлықты қолданамыз. Қазір сіздерге енді осыны жасау жолын көрсетеміз сіздерге. Фатима, сен мына қағаздарды ал. Бұлардың барлығы жаңа қолданып тасталынған, екінші рет қолдануға келмейтін қалдық материалдар, қалдық қағаздар. Енді осыны қиып сала қой. Суға сала қой. Осыны сақтап бөлді. Секілді бөлді. Қане саған біреуін көрсетіп беремін. Осылай сақтап қайтеміз. Жарайды, сөй берсін. Фатима, сөй берсін. Мынаған сала қой. Енді мынаны сен енді өзің бөліп сала қой. Мына үлкен қағазды салайын. Жыртып сала қой. Тамаша. Мынаны үшін сала берейік. Жаңа табиғи қалдық заттардан, керексіз заттардан біз қазір қағазды қайтадан жасап сіздерге көрсететін болам. Жыртып суға сала беріп. Анағы сала қой. Жақсы. Қолыңызды судың. Батырдың ба суды? Суға батыра қой. Жақсы. Мысалы көмектесіп жіберейін, Фатима? Сақтап сала қой. Қағазды суға салып алдық. Мынаны да салып жібер. Қағазды суға салып алдық. Фатима, енді не істейміз? Қарай қой. Енді суға салып алғаннан кейін, енді қолымызбенен біраз мұжып жібере қой. Әзірге қағаз езілгенше кішкене қолымызбен мұжып алайық. Қане, жұмсартып, қане. Екеуміз де бірге жасайтын боламыз. Жақсы, тамаша. Бұл қағаз суда кішкене еру керек. Және де бұған мен қолданамын қазір. Бұған мен қолданамын. Қане, Фатима, маған қарай қой. Үй жағдайында жаңағы тұрмыста қолданылатын жаңағы блендер дейміз. Сол блендерменен жаңағы суға салынған қағазымызды қайтеміз? Және мұжып жіберейік. Бұны жаңағы электр жүйесіне қосылғандықтан бұндай блендерларды жаңағы енді қауіпсіздік ережесін сақтауымызға тура келеді. Ақырын алып. Ештеңе етпейді.
қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек, иә, Фатима? Енді мен сенікін жасап берейін қазір, көмектесейін саған. Өзім содан өзім жасаймын. Иә, ары қарай өзіміз жасайтын боламыз. Қане, мен кішкене маған басын тарта. Екен? Не жасадық қағаздар? Жоқ, тоқтан байқадық. Мен бұны өзім жасап көрсетейін саған балам. Енді қарай ғой. Енді қарашы, біздің жаңағы суға салған қағазымыз қандай болды? Бір тегіс масса болды, бір тегіс масса болды. Енді келе ғой, мынаның бетіне жаңағы нені істейміз? Марына төсейміз, е, марына төсейміз. Ыдысты жаңағы, бұл жаңағы біздің күнделікті тұрмыста қолданатын, тауық еті салынатын жаңағы ыдысымыз, е. Осыған енді біз қазір сүзіп аламыз. Е, сала ғой. Жаңағы суға езілген қағазымызды, массамызды ыдысымызға салып алдық. Енді қолмен жазып шыға ғой. Аның су сорғы керек, мына тегіс қылып алайық, тегіс қып, жақсы, тегіс етіп аламыз. Фатима тегіс деп жасай ғой, міне астына суның бәрі сорғып жатыр, не көрдің ба? Тегіс деп алдық. Тегіс болды ма, Фатима, сенікі? Біз неден жасап жатырмыз бұны? Қағаз? Қағаздан жасадық, енді бетін жаба қой, қане, тез бетін жабып қой. Мына бетін жабып, бүйтіп жаба қой, өзің жап. Мен тағы таққан. Аны екінші былай жаба қой. Бетінен баса бер. Тамаша. Осылай ма? Иә, солай. Енді қайтеміз, бұның артық суының барлығы жаңағы астында қойылған ыдысқа түсті. Енді қарай ғой, Фатима. Енді бізге жаңағы үй жағдайында қолданылатын жаңағы губка. Енді осыменен не қарай ғой. Бүйтіп артық суын сығып аламыз. Міне бүйтіп алды, міне. Бүйтіп сығып алайын. Екіншісіне жұмыс жасай берейін. Қане. Жақсы. Жақсы. Жасай бере ғой, солай дұрыс, өте тамаша. Айтамыз, тегістеп қатты суы жаңағы сорғығанша не істеп аламыз? Суын сығып аламыз. Не істеп жатырмыз? Суын сығып жатырмыз. Тамаша. Енді, Фатима, қане, мынадан ақырындап аламыз. Мына тұстан ала ғой. Мынауды маған бері ғой. Мынадан ақырындап ала ғой. Қане, мен саған көмектесейін, енді бүйтіп ала ғой. Мына артық затты тастайық. Енді бұны аштық, ба? Қайттық. Қойдық. Енді ақырын. Аламыз, керемет. Енді кеспей қойсылай тұрамыз, не? Енді қайтеміз, Фатима, бұны біз суы су алғанша бұны кептіреміз. Қане. Ал, кеп. Кептіреміз. Жақсы. Енді бұл жаңа кептіріп алған кезде мына сияқты жаңағы дайын қағаздар жасалынып шығады. Енді мынаған біз жаңағындай сурет салуға болмаса не істейміз? Жаңағы қаламменен жазуымызға болады екен. Бізде мынандай жұқалықта әдемі не шықты? Жаңа қалдық материалдан қайтадан қағаз жасап шығардық. Және оған сурет салып, жан бітірдік. Иә, Фатима? Иә. Қалай саған біздің тәжірибеміз ұнады ма екеумізді? Иә, қане мен саған көмектесейін. Қане, күніміз ашық болсын, аспанымыз ашық болсын деп, қане күннің сәулесін жасайықшы, қане күн жасаймыз, еміне. Тамаша.
тамаша. Енді кәне шуақтарын шашып қойған. Ары қарай өзің жасай бер ғой. Жақсы, тамаша. Жаңа қалдық материалдардан, үйге қолданылмайтын заттардан осындай жаңағы қағаздыға қайтадан біз жан бітірдік деп айтсақ болады. Рахмет сіздерге.